Бүгін қиын сауда болды. Мына тастарды. Мына тасты 730 мың теңге сатып алдым. Өзбек акалардан. Өте қиын болды. Мынаны 200 мың теңгеге алдым. Жеке-жеке келді ғой, екі жақтан. Ей, yok, başımaydı. Alo. Alo, assalamualaikum. Aleyküm selam. Biroq, TikTok'tan ko'rib xabarlasib o'tdim. Sıyır soyib o'tib, bugun qarshıqda. WhatsApp'a жіберіңіз, WhatsApp'a. Қай жақтың тасы? Tarazdan. Алып қойыңыз, алып қойыңыз. Qanchadan qabul olasiz? 60 мыңнан 80 мыңға дейін бағасы. Баға түсіп кетті қазір. Одан да қымбат ала алмаймын. Tarazdan alып кетесің бе? Жоға, мен өзім ауырып отырмын өзім. Өзіңіз алып қойыңыз. Жақсы, мен хабарласамыз деймін. Фотосын жіберіңіз, фотосын. Сол мен сіздерге айтарым, міне, мына тасты әзер алдым. 730 мың теңге алдым мына тасты. Шырылдатып тұрып алдым, міне. Мына 200 мың алдым. Бұл қиын болды сауда. Өтте қиын болды сауда. Өттің бағасы түсіп жатыр. Өттің бағасы қатты түсіп жатыр. Қытайлардың өздері айтып отыр маған, өт өткізіп берші. Бір Қытай шықты. Менде 40 килограмм өт тасы бар деп. Мен айтамын, өзің Қытайсың ғой десем. Айтады, сенде бар ғой, көп қой дейсің де өткізетіндер. Сол арқылы өткізіп берші, мен өзім прямо өткізе алмай отырмын дейді. 5-6 Қытай заводтары бар ғой, Қытайда қабылдайтын, дәрі жасайтын. Солар бір-бірімен келісіп алған ғой деймін, алмай жатыр. Негізі мынандайларды штуктап алатын Қытайлар бар. Осындай домалақ тастарды қымбат қылып штуктап алады. Сосын әйтеуір бірдеңе қылып өткізеді қымбаттау қылып. Сол мен сіздерге айтарым.